Достар, видео басылмай жатып сендерге PewDiePie деген каналға тіркелуді ұсынамын. Бұл жігіт шынымен де мықты видеолар түсіреді екен. Let's play, блог, влог, клип, челлендж, тағы басқа нәрселерді сендер осы каналдан таба аласыңдар. Бұл пацан реально тырысып жатыр өзінің контентін лучше ету үшін. Мен оны қолдау керек сияқты деп ойлаймын. Сондықтан да каналына тіркеліп кетіңдер. Ссылка описанияда болады. Барлық әлем прикольшен сәлем, видеоблогер болуға қазір айтып бере. Барлық әлем прикольшен сәлем, достар. Қалайсыңдар? Наконец-то менің артымда хоть какой-то разнообразие бар. Қалай айтсам болады сендерге? Уже приведом көріп тұрған шығарсыңдар, да? Менің қытайлық достарым маған мынандай зат жіберген. Ойнайды. Қайдағы достарым, мен өзім сатып алдым оны 1500-ге. 1500 теңгеге. Иә, 1500 теңгеге енді. Олигарх деп ойлап отырсыңдар ма мені? 1500 теңгеге енді нормальный, экономный вариант бұл деген VR очки. Яғни виртуалды очки. Виртуалды очки дегеніміз не? Қазір сен мынаны киесің и как будто сол жерде жүрген сияқты боласың. Қазір адамша тілмен айтайын. Виртуалды очки. Сен егер осы очкini кисең, сені бір 360 градусты видеоларды қарай аласың, неше түрлі жерлерге бара аласың осы очкенің көмегімен. Оны былай киесің. Ары қарай бүйтіп жүре бересің. Қазір көрсетем сендерге қалай жасайтын бұл очки. Сол очкиның эффекті дұрыс жасау үшін бізге не керек? Виртуалды очки, бар құлағы бар наушник. Және де телефон, iPhone деген. Өйткені iPhone-да трекинг күшті мынандай. Достар, біздің бұрынғы традициямызды ұмытпайық. Давайте комментарий астына 5-5 комментарий жіберіңдер осы видеода. Давай, сен қарап отырсың ба 5-5 комментарий жібер, және де бір-бірден лайк басыңдар. Қарап отырсың ба лайк басып жібер. Мен сендер үшін тырысып жатырмын. Осы VR-ды мен осы видеоны түсіру үшін алдым негізі бар ғой, достар. Сондықтан да қолдауларыңды сұраймын. Мен деген арнайы VR-ға арналған ойындарды жазып алдым. Қазір соларды ойнайтын боламын. YouTube-қа да бүйтіп жазуға да болады. VR 360 деп жазсаңдар, мынандай видеолар шығады 360 градусты. Короче, фокус қайда ема? Міне осындай 360 градусты видеолар шығады. Hi, I'm James Wan. Yeah. Welcome to The Conjuring. Welcome to дейді маған. Окей, ең алдымен мен деген хоррор ойыннан ойнап қарайын. Хоррор ойынды ойнап қарайын. Ё-моё. Бұдай жүруге болады екен, оказывается. Ема, жаман қорқынышты, как будто жүріп отқан сияқтымын сол жерде. Окей, мына жаққа барып қарайық. Ой, ема, қай қарсам болады? Уже түсінбей жатырмын мен VR ойында. Давай, осы есікке жақындайық, ашып аламын екен. Менде кілт жоқ дейді. I can see you дейді, бірдеңе дейді әйтеуір маған. Код қандай маяқта? Мен кодын білмеймін ғой, неге жазамын? Жақсы, окей, мүмкін мынандай шығар коды. Окей. Дұрыс емес па? Окей, кетті көді маяққа. Так, стол тұр маяқта. Мына жерде камин тұр, сурет тұр, сурет қандай вообще? Ох, ема, 33% зарядка қалды менде. Мына есікте не бар? Дым жоқ. Ох, ема, что-то зарядка тез өліп отыр ғой менде. Қап-қараңғы маяқ бәрі. Ох, ема. Неге қап-қараңғы қалды бәрі? Так, лампочка тұр. 5% зарядка қалды, ема, не істеймін? 2-1. Ё-моё! Чё это было, ё-моё? Давайте қайтадан ойнап қарайық, біз стоп ойнап қарайық. Мына жерде жоқ. Давайте кілт тұтайық, достар. Мынада бір қалай сөйлеп жасайды, мына дауысты. О, міне кілт таптым, достар. Жоқ, кілт емес. Мышка екен. Монитор. Так. Қайда үйретін емес, ё-моё, надоело мұны. Кілтті қайдан табуға болады, жеге? Кілтті қай жаққа тығып қойған олар? Бүйтіп жүрсек. Так, мына жерде тумбочка тұр. Тумбочкада да жоқ. Кілтті қайдан табамын енді? Чо за кітаптар мен олар? Кілт таптым міне. Міне, кілт. Еху, кілт таптық, достар. Кілтті таптық, енді аны еске жүгіреміз. Барынша жүгіреміз. Жүгіргеніміз осы ма? Давай, 17% қалды, давай, жүгір. Жүгір, бар, аш. Жүрсеш до конца. Аштық. Ой, ёпты-гады. Ну нахер осы ойын.
Давайте басқа ойын ойнап қарайық. Бастығы. Ох, ема кеттік. Ох, ну, чизбір қылмайды екен. Опа. Мә, немін ойынды? Так, енді дұрса бойнан Нұрболат, давай. Басқа, ё-моё! 468 миллиметр ма қалай? Метр. Давай, басқа. Но бас жыбырлатқанмен тең емес, бүйтіп жыбырлату керек сияқты мынаны. Бәсе бүйтіп жыбырлатады ғой. Ох, ема. Лагать етеді кішкене. Да ну. Ура! Отыр кішкене. Новый рекорд. Ура! 978 метр. Так, қызыл жер. Деміз біз осылай ұшып отырық. Да, ну ё-моё. Осы қарайық. Так, Нұрболат кішкене сабыр сақта. Так, ойнай аламыз көт. Нормально. Ай, ё-моё. Рекордымыздан асайық, хотя бы мың болады. Ё-моё. 467 метр. Ну, ничего, давай, қайық. Давай. Оп. Атылма, давай, новый рекорд, давай. Ого, остаток новый рекорд. 1258 метр. Юху! Кеттік. Осы рекордтан адасайық, 2000 қылайық. О, барған сайын күшті бойлап басып отырмын мен, что-то. Барған сайын қиындатып сияқтымын, что-то, да? Опа, новый рекорд. О, бір зат алдым. Ох, ема! Ема! 2643. Қайдамын? Ох, ема, мен шалысып кеттім қайда екенімді. Надеюсь, мен мұның барлығын түсірген, түсірдім, шүкір. Түсірмесе позор ғой мынауым. Окей, достар, ойнадық. Не екен ойнаған? Нормально екен ойнаған. Давайте біздің ютубтағы жерлерге барып қарайық. Не бар екен? Так, бірдеңе бастық әйтеуір. Бақ деп, міне, типа бірдеңе загружи етіп атық та. Файлдар. Ха-ха, не загружи етіп атыр екен. Так, мияқта не бар екен? Вау. Отырамыз ба? Да, отырайық. Не бәлем, бұл тез орындайтын не? Ох, ема. Қаш, бас, брат, бас. Жүгір. Қалбай атырады артыңа, что-то сенің. Өлтен тұр ғой, әрі бізді, қалбай атырады, давай, жүгір, бас, епті. Бас. Тупикке келдік ау. Қасқа, ұятсыз жасылсың, Ал есесің ау. Өлтіресің бе? Маған пасса барсын де отырғаны. Ё-майо. Қайда кетті? Мен емес есе чо, жеге ама, жасыл тұр ғой, жасыл. Не oldu? Ну типа мен орындадым, но орында отырмын, мен оны көрді дейді сосын. Сосын мен оның басын. Мен ба... Ёпта, мен көріп отырмын оны мен, Ал мен негізі үйткен жоқ, мен негізі бүйтіп орындадым. Қуасың бе, қайдан айтпашқышсың? Ё-майо, кидашиктер, ё-майо.
Мен өлдім ба сонда? Мен өлтірдім ба? Кетің ба? Жасын өліп қалдың деп бардым. Достар, осымен видео аяқталды. Неге қысқа болды десеңдер, себебі достар, менің телефоным памяти жетпей жатыр, бірсе кетіріп, бірсе апарып жатырмын өз-өзіме. Сондықтан да сондай болады енді. Келесіде осындай сияқты видеолар қаласаңдар, лайк басып кетіңдер, ана тіркеліңдер. Тағы бір себеп, видео неге қысқа болғандықтан үйдің іші ушу болып жатыр. Сондықтан да мен дұрыс момент таба алмай жатыр. Енді не істейміз, енді пендеміз, хотя бы аздай болса көп те көріңдер. Сендермен болған мен. Сендермен міне осындай сияқты дыбыстар. Осындай дыбыстар маған мешать етеді видео түсіруге. Сондықтан да обидпеңіздер достар. Сендермен болған мен, мистер Прикольчик. Пока-пока, чао.